Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздерменен екі ғана заттан тұратын десерттің жасалу тәсілімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өткен бір видеомда сіздермен сгущенканы жасаудың тәсілімен бөліскем. Сол мына сгущенкадан осы десертті жасағалы жатырмын. Оған тек қана лимон керек. Бетін сәндеуге кішкене шоколад болса болды. Бір лимонымызды бөліп, ішінен қаншалықты сок шықса, сол соктың бәрін сығып аламыз. Осылай түгелімен сығып аламыз. Електен өткізіп тұрып, соның үстіне сгущенкамызды құямыз. Сосын жақсылап миксерлейміз. Бас аяғы бір 5 минутта дайын болатын десерт. Үйде сгущенка болса, бір лимон болса болды. Миксерімізді алдымен баяулауға, сосын кішкене көтереміз скоростын. Сөйтіп 3 положениеде көтеріп болып, осылай аппақ әдемі десерт болып шығады. Осыны дастарханға қойып, сгущенка, лимон дәмді, керемет оп-оңай десерт. Үстіне кішкене әсемдеуге шоколадымызды теркадан өткізіп септік. Міне біздің десерт дайын болды. Осындай керемет десерт болады. Сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.